айтып берсеңіз, бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Мен 1992 жылы Көкшетау ауыл шаруашылық институтын бітірдім. Мамандығым ауыл шаруашылық инженер механика. Оқудан кейін сосын өз ауылымызға барып, бірлестік ауылына барып жұмыс істедім. Бастап сода механик, ауыл шаруашылық механика болып бастап. Сосын 93 жылы бір себептермен осы Краснояр ауылына ауыстық. Сол кезде осы колледжға келген, онда орын болмады. Сосын қалаға бір жылдай жұмыс істеп, сосын келесі жылы 94 жылы осы колледжға келдім, орналастым. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде неше жылдан бері жұмыс атқарып жатырсыз? Сол айтып кеткенде жаңа 1994 жылы осы қыркүйек айында 22 қыркүйек 31 жыл болды осы колледжде жұмыс істеп жатқаныма. Шебердің басты міндеттері қандай? Басты міндеті өз мамандығыңды сүю, өз жұмысыңды білу, сол балаларға сол білгеніңді үйрете білу, сол басты міндет деп соны санаймын. Сіздің сабақ беру барысында өзіңіздің авторлық жеке әдіс тәсілдеріңіз бар ма? Сондай әдіс тәсілдер жоқ, сол жаңа айтқандай өз білгенімізді сол балаларға жеткізіп, солардың жетістігін көріп, сол өзіміздің негізгі міндетіміз. Оқуды енді бастап келе жатқан студенттерге қандай кеңес берер едіңіз? Оқуды жаңадан және бастап келе жатқан балаларға сол өз таңдаған мамандығын сүйіп, сол бағытыңызда жетістіктерге жету, белді сапалы азамат болуын қалыптастырамыз. Сіз өз жұмысыңызда немен мақтан етесіз? Өз жұмысымда сол өзіміздің тәрбие беріп өсірген студенттеріміз, көп берген студенттеріміз өз ішінің маманы болып, ауыл шаруашылық кәсіпорын басшылары болып, өз жеке кәсібін ашқан студенттер бар, өз ісінің шеберлері бар, және басқа мамандық, әскери мамандыққа да кетсе, басқа мамандықты таласа да солар өздерінің өз кісі болып, өз басқа мамандықтың шебері болып істеп жатқан сондай студенттеріміз бар, солармен мақтанамыз, қуаныштымыз олар. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз немесе ұраныңыз қандай? Сондай айттым ғой, ұранымыз жоқ, сол көбінесе Әл-Фарабидің сөзін қанағат тұтамыз. Шебер адам болу үшін тәрбиелі адам қалыптастыруымыз керек, дайындауымыз керек.